Бүгінгі күнде сендей жемқорларға беріп 30 жыл 40 жыл отыратын бізде жағдай жоқ енді. Болды, таусылды жағдай. Сондықтан да айтатыным, қазақ елім, қазақ ұлтым, осы Қазақстанның халқы барлығы бірлікте дұрыс президентімізді қоюымыз керек. Мынандай президент бізге 5 тиынға да керек емес, мынандай президент. Бұл сатқын семьясы Москвада отыр. Бұл Путиннің кәдімгі күшігі болып отыр қазір. Халқы батып атқанда Қытайда жүр, шошқаның миын жеп. Атырау, одан бері қарай Атыраудың халқы суға батып атқанда бұл Өзбекстанда жүр. Өзбек қатындарды билетіп. Бізге мынандай президенттің ешқандай да керегі жоқ. Бер жағында әкімдерді айтып тұрған жоқпын мен. Тікелей президентке айтып тұрмын, сен сатқынсың президент. Онда да сен президент емессің, сен біреудің тағайындалған адамысың сен. Халық сайлаған жоқ сені, бәрі бүкіл халық білет, Қазақстан халқы. Сондықтан айтатыным, енді түп тамырында қалып тұрғанда президентімізді алып, қазағымызда жетет азаматтар. Басы бар, білімді, ғылымы бар азаматтар жетет. Мұқтар Жәкішевтер бар, Жақияновтар бар, Ораз Жандосовтар бар, Жанболат Мамайлар бар. Сондай азаматтар келсе, ертең еліміз жөндейді, көркейеді еліміз деген. Назарбаевты да, Тоқаевты да халық диктатор есебінде шығару керек оны. Босату керек оны. Осын келетін президентіміз қазақты ойлайтын президент керек бізге. Болды. Елді ойлайтын президент керек. Ассаламалейкум, қалайық. Мен атым Нұрлан. Мына елден келдім. Ораза қабыл болсын бәріңе. Сіздер енді былай қарап отырғанда, мына біздің үкіметтің саясаты, мысалға жастарға теріс тәрбие беріп отырғаны анық, бәріңіз көздерің көріп тұр. Мысалға сайлау өтсе де, олар тағайындалып алады. Оны жастар көріп отыр бәрін. Осы сіздердің тұрғандарыңды көріп отыр. Бұлардың алдына ешқандай да манағы депутаттар келіп, сіздермен сөйлесіп, осы сұрақ шешейін деген, біздің жастарға сөйлегенде, мына тәрбие бергенде басқаша сөйлейді. Жастар ресурстар орталығын ашады, бір жұмыс жасап отырған болып көрінеді. Шындығында ешқандай жастар көршілерімен ауылда араласып жүріп, бәрі білет, құйтырқы әрекет жасап отырған бәрі білет та жастарды. Біз қайда алып баратырмыз, мемлекетті қайда алып баратырмыз. Мынандай жүрісімізбен қорқамыз ғой. Сондықтан енді мына талап орындалсын біріншіден. Сосын айтатынымыз енді денсаулықтарың мықты болсын, енді күш қуат берсін Алла. Ораза айында тілек айтып жатыр қой, қабыл болар. Жаңаөзеннен бір топ сол чеккомдармен, бір топ белсенділермен осы Ақтау қаласының осылай ауыз ашар тарқатып жіберейік деп ниеттеніп келген жайымыз бар. Біз сіздерді ұмытпаймыз, біз сіздермен біргеміз деген, біз сіздердің сағыңыз сынбасын деген ниетпен келіп отырмыз мына жерде. Тілектеріңіздің барлығы қабыл болсын. Бәріміз де өздеріңіз сияқты мұнайшымыз. Ертеңгі күні сендерге туған күн болашақта бізге де туы мүмкін. Сондықтан қазақ жұрты, Маңғыстау жұрты, мұнайшылар аузымыз бір болғаны жақсы. Бірлікті болса тірлік болады деген сөз бар ғой. Осы оразаның алдында біздер Нұрлан Асқар Ноғаевқа барғанбыз. Осы мәселе үшін, осы сіздердің мәселеңізбен. Сізде профсоюздар бар, 30 шақты адам болып бардық. Ол қабылдаған жоқ. Бірінші замы қабылдады келді. Ол түкте шешкен жоқ. Біз 3 шақты комиссияға, применительный комиссияға отырдық деді. Ол комиссияда кім бар? Вистойлдың адамдары бар ма? Профсоюз бар ма? Халықтан адам бар ма? Жоқ, өзіміз 3 шақты отырдық, білмеймін. Кімдер десең айтпайды өздері. Сонда 3 шақты комиссия дегеніміз қалай сонда? Сонда халықтан, Вистойлдан адам болмау керек. Өздері Астанамен, прокурормен, және жергілікті әкім 3 шақты болып отырады да, 3 шақты комиссия деген болмайды ғой ол. Солай емес пе? Көрдіңіз ғой? Бұл Нұрлан Ноғаев қашып отыр бізден. Онда жаңағы айтқандай, Нұркен ағамыз айтқандай, президент емес, түгел Нұрлан Ноғаев әкіммен кету керек. Оны жасамайды. Алла қаласа 1-2 күннен ораза да бітеді. Сосын бұлардың жолында түсуіміз керек ағайындар. Көріп отырсыздар ғой. Қазақстанда бачыт қылды, суға тықты, өйтті, бүйтті. Қолдан жасап отқан табиғи, су апаты деген қазіргі. Көріп отырсыздар ғой интернет желісінен. Мынаның барлығы қар емес, мынаның барлығы мұз емес еріп жатқан. Көріп отырсыз ғана орынбордан жіберіп жатыр.
Онсыз да бұрын үйсіз қазақ, күйсіз қазақ, онсыз ғана орынбордан жіберіп жатыр. Онсыз да бұрын үйсіз қазақ, күйсіз қазақ, оның үстіне апарып былыққа тағытықты. Ал тағы не істейін деп отыр, Каспийдің суын тартылып қазір. Көріп отырсыздар. Тағы не болатынын біз білмейміз. Осы жазда тоқ бола ма, болмай ма, маяк жасай ма, жасамай ма, оны әлі білмей отырмыз әлі. Көріп отырсыздар ғой. Бұлардың саясаты құйтырқы, бұл қазақты емі басып алу меніңше. Одан басқа ештеңе емес. Әлде тупой, әлде билігіміз тупой, білмейді әлде. Мәңгүрт. Не істеп отқанда білмейді олар. Тек жеу олар, көріп отырсыздар ғой. Ал мына сендердің талабыңыз 4 айдан астам. Мен қолдаймын. Себебі сендердікі, енгіду барлық мұнайшы қазақ мемлекеттің мұнайшы. Мұнай бір жерден шығады Маңғыстау, шығып отыр ғой Қазақтана. Менің табысымды неге сендерді алмайсың? Сендерді алуыңыз керек. Қазмұнайгаз дұрыс сендердің талабыңыз. Сендер басқа шетелден келген жоқсыңдар ғой. Немесе сендер апарып, біздер ана Саратовқа сатып отсақ мұнайымызды, сендер барып басқа мемлекет сатып отқан жоқсың. Барлығы бір жерге барады төбірі. Арғы жағы төбі жемқорлық қалып келеді. Ана Еділ Жаңбыршин деген айтты ғой, көрдіңіз ғой. Биржада әлемдік 85-тен деді, 85 доллардан деді. Ал қазір біздерде 35 доллардан сатып жатырмыз деді. Ортасында 50 доллар қайда, кім тонап жатыр деді. Ол болды, пиар жинау үшін айта салды. Пиар жинады. Оның айтып отқан былай қарасаң дұрыс. 50 доллар қайда, неге таппаймыз, неге сұрамаймыз? Сондай мәңгүрт болып жата береміз ба не? Мұна топан суға кетіп, мынандай масқараға көнген қазақ ары қарай онда біз ел болмаймыз ары қарай. Мына жерден біз осындай жағдайда шешпесек мынандай жағдайды, онда ары қарай ел болмаймыз. Бүкіл қазақ қайтар. Ояныңдар, бастарыңды көтеріңдер, сұраңдар, әділдікті сұрауымыз керек. Бірігіп сұраймыз міне. Алла қаласа екі құлап, бірігіп сұрауымыз керек ағайындар. Оян қазақ, ояныңдар. Отыз жылдан астам Маңғыстауда мұнай табылып келатыр. Маңғыстауға ешқандай пайдасы жоқ оның. Жоғарыдағы олигархтар жек келатыр, бір-біріне сатып, бір-бірінен алып, әр мекемені тарқатып, осы олигархтардың істегендері барлығы. Бұл ел деген ертең құрдымға кетеді. Солай ғой. Құрдымға да кетіп тұрмыз. Сондықтан да айтатыным, түбінде мына Маңғыстаудың елі, халқы осы мұнайдың бар табысын өзіне, өз халқына, өз еліне, осы қазақ халқына иемдену керек. Иемденбесе, дальше құрдымға кетеді Қазақстан. Күні кеше мен Құлсарда болдым, Құлсардан келдім, түнде келдім. Жаңа бүгін келдім. Енді ол жерден көрген құйтырқы саясаттағы нелерін айтайын ба? Мана Сергек дейтін компания не қосты, камера қосып қойған, сосын мана құм-тасы бетсті өтетіп отырған ауылда оларға штраф келіп жатыр телефондарына. Ол түсініксіз, ол қалай сонда ана халыққа. Ана Қосшағылда жаңа Қаратоннан жігіттер звондап жатыр да. Мынау Сергекті айырдық деп етін олар, содан барып та олар нөмірін алып тастап жатыр да, ана жұмысын жасау үшін. Сондай сұмдық нәрсе де ол халықты тек өзің батпаққа батқан одан сайын батырып жатыр да. Ол сұмдық жағдай ғой бұл деген. Мен көзіме көріп барып келгесін айтып отыр. Мен ол жақта бардым, былай видеоға да түсірдім, көрдім не болып жатқан. Мына бизнесмендер бетонмен қоршап ауылды суға кетіріп алды да. Табиғи жолмен кетіп батқан бөгет жасап тіреп тұр да. Ал бизнесмендер әкімнен жоғары тұрады. Әкімдер бизнесменнен қорқатын жағдайға жеткен. Не болып кетті мынау? Біздің қашан әділдік орнайды, мысалға ойлап қарасаң да, сұмдық жағдай. Енді айта кететін жағдай, ауызымыз бір болса, біз орнатамыз әділдікті. Бұл жерде кәсіпкерге, жеке кәсіпкерге облыс әкімнің күші жетпей отыр бұл айтқанда. Дәл сондай жағдайда бәріміз де сондай заттан страдать етіп отыр. 4 айдан бері сіздер осы жерде тұрғандарыңды көріп, күнде жүрегіміз ауырып отыр, ағайындар. Қашан бұл мәселені шешіледі екен деп. Бұлардың шешейін деген ешқандай мәселенің ешқандай ойы жоқ. Көріп отырсыңдар ғой. Мына біздің үкіметтің өз іріп шірігенінің белгісі ғой бұл. Құртақандай 500 адам проблемасын шешпегенде бүкіл батыстың проблемасын шешкісі келеді. Ол шеше алмайды мәселені. Шешетін үкіметті көріп отқан жоқпыз. Сіздердің талаптарың орынды айтып отыр ғой міне. Назарбаевтың бұрынғы құрып кеткен жүйесі жаңа Қазақстан ешқандай жоқ. Ешқандай жаңа Қазақстан көріп отқан жоқпыз.
тек тонын, баяғы тонын теріс қарап айналдырып киіп алғанмен бірдей болып отыр. Сол үшін жігіттер, талаптарың орынды. Сіздер осы ауызбіршіліктерің болса, Құдай қаласа бәрі шешіледі деген ойдамын. Сіздермен бірге мына Маңғыстаудың да азаматтары бірге, сол сіздермен жүректері де бәрі де бірге. Осы жерге келіп отқан себебі де осы міне. Азамат жігіттер осы жерде отырған бәрі де келіп отыр. Ал мына кешегі мына батыс жақта болып жатқан жағдай өте бір адам аяныш заттар. Көріп отырсыздар онда қайда. Сіздерге Алла несін берсін, берекесін берсін. Депутаттардан ешкім келіп отырған жоқ та. Оның себебі бұл депутаттар кезінде сайланбаған халықтың бәрі көрді. Оның құйтырқы әрекет, сайлауда құйтырқы әрекеттердің бәрі видеозапистері бар, ол тіркелді. Біз енді соған да қарамастан енді тағайындалып алды ғой енді. Тағайындалып алғаннан кейін осындай болады ғой енді. Ол халықтың сөзін сөйлеп, халықты тыңдауға еститін құлақ дегендер жоқ та бүгінгі таңда. Солардың қырсығы қазір тиіп жатыр. Оны мына халық көріп отыр. Сайлау комиссиясының төрағалары құйтырқы әрекет жасауда. Бүгінгі таңда қайталануда сол. Кеше алдында осындай бір интервью бергенбіз, барып сөйлескенбіз, бізді кіргізген жоқ. Біз оны милиция шақырып айттық, құқық қорғау органдарына айттық. Бірақ бүгінгі таңда ештеңе шешіліп жатқан жоқ. Енді бармақ басты көз қысты болып жатыр. Енді бұл бұлай қалмау керек, сыбайлас жемқорлық. Енді әділетті Қазақстан орнату үшін сайлау болу керек, және де ол әділ өту керек, оны жастарға үлгі көрсетуіміз керек, және де осы жаңа Қазақстанды орнатуымыз керек. Басқа жол жоқ. Елімізде қайғылы жағдай болып жатыр, батыс өңірлері суалып жатыр ғой. Бұл енді Алланың бір жағынан сынақ болса, бір жағынан қолдан жасалып жатқан дүние деп ойлаймын. Билік осы кезге дейін жылда көктемде суалатынын біледі, дайындықтар неге жүргізген жоқ. Миллиардтаған қаражат бөлінді. Қайда? Кілең барлығы жемқорлық. Жемқорлықтың кесірінен халық осындай жағдайға түсіп отыр. Тәуелсіздік алғалы бері қазақ өз елінде, өз жерінде еңсесін көтере алған жоқ. Мына билік тұрған кезде алға қарай жүреді деп ойламаймын. Мына Атыраудағы, Оралдағы, Ақтөбедегі халықтың мәселесін шешеді дегенге мен сенбеймін. Сондықтан халық қайтарым. Біз күш бірлікте өзіміздің күшіміздің бір екенін көрсетсек, сонда ғана жеңіске жетеміз. Кеше Құлсарыны су астына кетіп жатыр ғой. Қасында теңгезdeйтін месторождение бар. Сол теңгезdeйтін месторождение жылына $9 миллиард тек налог төлеп отыр да Қазақстанға. $9 миллиард. Бұл салыстырып көргенде Дубай қаласында Бурдж-Халифа дейтін дүние жүзіндегі ең биік ғимарат бар. Соның құрылысына $1,5 миллиард кетті да. Ал бұл жерде бір теңгез месторождениесі Қазақстанның бюджетіне тек налог ретінде $9 миллиард бөліпті да жыл сайын. Ол 6 Бурдж-Халифада. Сонда ақшалар қайда кетіп отыр? Мынау су тасқын дейтін түсінен бір аяқ астынан толқын болып, теңіздің мұхиттың жағында тұрып толқын шайып кетсе екен да. Бір жолмен кетіп батқан суға төтеп бере алмадық да. Жыл сайын осыны қайталанып келіп отыр да. Қаншама халықтың несиесі дала кетіп отыр да.